оқушылар, жарайсыздар, математика сабағы басталды. Мен сендерге алдын ала дайындалуды, ізденуді, зерттеуді тапсырған болатынмын. Солай ма, балалар? Олай болса, бүгінгі математика сабағымыздың тақырыбы уақыт, уақыттың өлшем бірліктері. Сабағымыздың мақсаты уақыт, сағат, минут, ай, жыл өлшем бірліктерін олардың арақатынасына сүйеніп түрлендіру. Енді сабағымызды бастамас бұрын, егер өздеріңе мәлім оқушылар, бізде кейбір оқушыларымыз үйде қашықтан білім алып жатыр. Сол оқушылар да, яғни біздің достарымыз да осы тақырыпты қалай меңгергенін өздерінің видеолары арқылы жолдаған. Барлығымыздың назарымызды экранға қаратайық. Біз бүгін сағат түрлері туралы өтеміз. Үй сағаты, қол сағаты, құм сағаты, электрондық сағат, бұл күн сағаты. Біз сағат туралы өтіп болдық. Енді сағатты қанша болғанын білеміз. Бұл ежелден келе жатқан сағат. Бұл сағат 11-ді көрсетіп тұр. Ал бұл ұялы телефондағы сағат. Бұда сандар рем санымен жазылған. Бұнда 5-тен 50 минут кетті, немесе 6-ға 10 минут қалды. Бұл оятқыш сағат. Бұда 3-ке 5 минут қалды деген сөз. Бұл қол сағаты. Бұда 9-дан 25 минут кетті. Сау. Bir жылда 12 ай бар және 365 күн бар. Және де 4 мезгіл бар. Ол қыс, көктем, жаз, күз. Біз сыныптастарынан қай мезгілде дүниеге келгенін диаграммадан істедім. Қыс мезгілінде 3 ұл, 2 қыз. Көктем мезгілінде 3 ұл, 2 қыз. Жаз мезгілінде 4 ұл, 4 қыз. Күз мезгілінде 1 ұл, 3 қыз туылған. Біз бүгін күнтізбемен танысатын боламыз. Біле білсеңіздер, бір жылда 4 мезгілі бар. Олар қыс мезгілі, көктем мезгілі, жаз мезгілі, күз мезгілі. Bir жылда 12 ай бар. Қыс мезгілінде желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары бар. Көктем мезгілі наурыз, сәуір, мамыр айлары бар. Жаз мезгілі маусым, шілде, тамыз айлары бар. Күз мезгілінде қыркүйек, қазан, қараша айлары бар. Біз бүгін қыс мезгілінің желтоқсан айына күнтізбе құрадық. Ол сейсенбіден басталып, бейсенбіден аяқталады. Міне, бірі сейсенбі, 31-і бейсенбі. Сау болыңыздар. Керемет, оқушылар? Кім біздің достарымыз естіңіздер ме? Жарайды. Кәне достарымызға қошемет көрсетіп қойыңызшы. Ал енді біздің сыныптағы оқушылар осы тақырыпты қалай меңгерген екен? Ол үшін біз топтық жұмыс арқылы өз білімімізді көрсетеміз. Қазіргі таңда біздің елімізде болып жатқан індетке байланысты біз сақ жүруіміз керек. Солай ма, балалар? Біздің ұранымыз қалай еді? Сақ жүрсең, сау боласың. Керемет. Сол үшін біз арақашықтықты сақтап, өзіміздің денсаулығымызды сақтау мақсатында бірлесіп жұмыс жасамай, жеке-жеке жұмыс жасап, біріміздің жұмысымызды біріміз жалғастыратын боламыз. Келістік пе, балалар? Бұндай жұмысты жасап үйренгеніміз. Демек, бірінші топтың оқушылары, тыңдап алыңдар, әуелі түсіндіріп алайын. Бірінші топтың оқушылары, бірінші топ бізде жыл мезгілдері бойынша бөлініп алғанбыз. Қай ай аталады? Бірінші топтың. Екінші топтың аты қалай аталады екен? Қаңтар. Үшінші топ? Қай топтар жарысып көрейікші, қандай біліміміз
дәрежеде екен. Бірінші топтың жұмысы мынау дайындалған қағазға, мынау да алдын ала дайындап қойған суреттерді, яғни жыл мезгілдердің суретін рет-ретімен орналастырады. Одан кейін ай аттарын өзінің тұсына жабыстыру керек. Қане, бастай беріңдер. Ал екінші топтың жұмысы қаңтар айының 2021 жылдың қаңтар айына күнтізбе бастады. Тыңдап алыңдар. Сендерге беретін көмегім қаңтар, осы қаңтар айы жұма күнінен басталады. Қаңтар айында 31 күн бар. Міне осыны пайдалануға болады. Ал бастай бер. Үшінші топтың жұмысы тәулік уақытты анықтайды. Мына берілген суреттерден тәулік уақытты анықтап, бір-біріне жұмысты жалғастыра берсін. Басталық жұмысымызды екінші топтың тапсырмасы. Ой, керемет. Бірінші топ өте керемет. Мына уақытты жазып шығу керек. Ой, керемет. Ары қарай жалғастырамыз. Мына жұмысты бер. Қай мезгіл? Ой, жарайды. Фломастермен жазып бер. Фломастер бар. Сендерге тапсырма беріледі ме? Қосымша тапсырма. Фломастермен жазсақ көрінеді. Фломастермен. Керемет. Фломастермен жаз. Ой, керемет. Екінші топта. Бірінші топ. Жай қимылдап жазсыңдар, иә? Бұл қай топта? Біз уақыт туралы жаздық. Сағат 6 болған кезде таң атады, 8 болған кезде күндіз, сағат 7 болған кезде кеш, түнгі 2 болған кезде түн. Тілдерін дұрыс қойдың ба? Үлкен тіл нені көрсетеді? Үлкен тіл 12-ні көрсетеді. Яғни минутты көрсетеді. Кіші тілі? Сағатты көрсетеді. Сағатты Бір көрсетеді. жылда 12 ай бар. Бір жылда 4 мезгіл бар. Бір жылда 365 немесе 366 күн бар. Бір жылда Бір жыл 2 ай. Бір жыл 2 ай, 14 ай. Бір мезгілде 3 ай бар. Керемет. Қате бар ма бірінші топтың жұмысында? Жоқ. Бағалап қояды, иә? Керемет. Екінші топ орындаған шыға ғой. Ой, 2 оқушы шығады екен. Жарайсыздар шығыңдар. Араға шықсақ та айтамыз, иә? Біз сендерден бір қателік апта күндерін жазбағансыңдар, иә? Мына жерден жазып шықшы керек. Өзің жазып. Апта күндерін. Біз қысқартып жазып үйреніңдер деп айтқам, иә? Дүйсенбі. Өте керемет. Сәрсенбі. Қызыл бар ма? Қызыл фломастер? Міне бар. Міне. Қай күнді қызылмен жазасың? Жұма. Қызылмен. Көрініп тұр ма балалар? Мына жерде жазып қоюға болады, иә? Қаңтар, сендерге көмек берейін мен. Қаңтар қай жыл деп айттым мен? Бірінші жыл. Алда келе жатқан жылдың күнтізбесін жарайсыңдар. Керемет. Біз тобымызбен 2021 жылдың қаңтар айының күнтізбесін құрастырдық. Керемет. Ал бірінші қаңтар қай күнге тура келді? Бірінші қаңтар жұмаға сай келді. Мына жерде соңға не жетпей қалсыңдар ма сендер? 31-і қай күнге тура келеді? 31-і жексенбіге сай келеді. Ал бір аптада неше күн бар? Бір аптада? Бір аптада
жылда 7 күн бар. Bir жылда 165, 365 иә. 365 және 366 күн бар. Bir жылда 12 ай бар. Bir апта 2 күн, ол 9 күн. 2 апта 14 күн. Керемет. Екінші топтың жұмысына да баға берсе болады. Bir жылда 12 ай бар. Bir жылда неше мезгіл бар? Bir жылда 4 мезгіл бар. Ол 4 мезгілдің бәрінде де 3 айдан болады. Жақсы, керемет. Осы көмектес мезгілдің аттарын алдашы кәне. Тұрған жерінде айта сал. Көктем. Көктем. Мына бірінші қыс. Көктем, жаз, күз. Әр мезгілде неше айдан бар екен? 3 Үш мына жердегі бір тәулігін. Ахмет. Бір тәулік. Bir saat 6 minut. 1 minut 1 минутта неше секунд бар? 60. Аха, 1 сағат. 1 saat 5 minut 65 minut. Екі тәулікте. 2 тәулік 2 күн. Жарайсың. Амина, саған осы мезгілдің қайсысы ұнайды? Қай мезгіл ұнайды? Дауысың қай? Қыс. Несімен ұнайды саған? Қыста не істейміз? Жаз не күз мезгілі не үшін ұнайды? Ұнайды ма күз мезгілі? Несімен ұнайды? Күз мезгілі тағы кімді ұнайды? Несімен ұнайды айда саған? Күз мезгілінде жапырақтар сарғаяды, құстар жылжыға ұшады, жеміс-жидектер піседі, және де күзде менің туған күнім Ой, керемет. Ал не үшін осы күзде қазан деген ай бар? Өйткені қазанның ішіне жемістер толады. Көкөністер ше? Көкөністер де толады. Жарайды. Керемет. Рахмет отыра ғой. Бірінші топ. Сізоға. Енді әрі қарай тағы топтық жұмысымызды жалғастырамыз. Керемет, жақсы меңгергенсіңдер деп ойлаймын сабақты. Бұл екінші тобымыз, екінші тапсырмамыз, екінші айналымыз. Біз уақыт бірліктерін өтіп жатқандықтан кім жылдан ойын арқылы жалғастырамыз. Бұл ойында да жеке жұмыс орында бір-біріңді әрі қарай жұмысын жалғастырып кетесіңдер. Және де біз ұранымыз қалай еді? Сау жүрсең, сау боласың. Керемет. Бірінші топтың жұмысы көрсетілген мына өлшем бірліктерін не істейді? Бірліктерін өрнектейді, яғни түрлендіреді. Мақсатқа сай жұмыс жасап жатырмыз. Ал бастаңдар. Екінші топ уақыт бірліктерін қиындайындап әкелген уақыт бірліктерін өз суретімен орналастырады. Барлықтарыңызда клей болған дұрыс. Иә, тез жылдан. Ал үшінші топ мына тұрған мен дайындап келген рим сандарын рет-ретімен орналастырады. Яғни өз суретімен бастады. Бір-біріне жібере бересіңдер, иә? Керемет. Топта жұмыс жасау ережелерін есімізде сақтап қояды, иә балалар? Сақтау, уақытты тиімді пайдалану ең басты міндетіміз. Кезекпен жауап беріп, бірін-бірі тыңдау дегенде өз ойын еркін жеткізу, иә? Белсенділік таныту керек әрқайсы оқушы. Осы той ережесін сақтаса, бірінші топ болып қойды. Керемет. Бірінші топ бағана бірінші жұмыста, бірінші айналымда сәл қиналған болатын, иә? Ал екінші топ не істеп жатыр? Тыңдаймыз, иә? Bir saat 15 minut 45 minut болады. 3 haftada 21 gün var. Bir yılda 12 ay var. Bir haftada 2 gün. Bir hafta
Бұл қандай ретпен орналасқан? Өсу Өсу ретінде. Керемет. 1 минутта қанша секунд бар? 1 минутта 60 секунд бар. Бір тәулікте неше сағат бар? 24 сағат. Ал бір сағатта қанша минут бар? 1 сағатта 60 минут. Бір аптада қанша күн бар? 1 аптада 7 күн бар. Бір айда неше күн бар? 1 айда 30 немесе 31 күн бар. Керемет. Бір жылда неше ай бар? 1 жылда 12 ай бар. Ал бір ғасырымыз неше жылға тең? 100 Бәріңіз білесіз, бір ғасыр неше жылға тең? 100 Керемет. Өте жақсы жұмыс. Ал үшінші топ. Өте жақсы жұмыс. Кел ал. Сіз Абдрахим, жылдан. Аида, бірге жылдан. Каусар, сен Аида шын. Масқаны сабақ сөйлеміз. Сендер не жұмыс жасадыңдар? Сол жерде тұра. Ой, жаным ақылды. Сендер не орналастыңдар? бір емтихандардың орнында Қай саннан қай санға дейін орналастыңдар? 12 бір саннан 12-ге шейін. Жоғары көтерші. Достар, қарайдаршы, Абдрахимнің достар. Дұрыс орналастырған ба? Қате жоқ па? Жоқ. Ал сен не айтасың, Кәусар? Рим сандар. Мен үйде рим сандарын жаттадым, жазып та көрдім. Сендерші? Рим санды қай жерде кездестіруге болады? Сағатта, Сағатта, тағы ай, айдың ретінде кездестіруге болады, иә? Бір жылда неше ай бар? 12 ай бар. Төртінші ай қай ай? 4-ші ай сәуір, Бесінші ай ше? 5-ші ай мамыр, Бірінші ай? 1-ші ай қаңтар, 12-ші ай? 12-ші ай желтоқсан. Керемет. Кәне қол соғып, ойымызға болады. Керемет. Үшінші топтың жұмысы да өте жақсы орындалды, иә? Ұнады ма сендерге? Қалаймыз? Өте дұрыс. Енді бүгінгі сабақты қорыту мақсатында дұрыс әдісі арқылы қорытындылаймыз. Егер менің айтқан тұжырымым дұрыс болса, бір рет қол соғып дұрыс деп айтасыздар. Егер қате тұжырым айтсақ, 2 рет қол соғып бұрыс деген сөз айтасыздар. Немесе жоқ деп айтсақ, бұрыс десек дұрысқа ұқсап кетеді, анық естілмей қалуы мүмкін. Бастадық. Бір тәулік 24 сағатқа тең. Ең қысқа ай ақпан. 12 ай дегенім 2 жыл. Сенбес, өте дұрыс. Бір жылда неше ай бар? 12 ай. Бір апта 10 күнге тең. Ал бір апта неше күнге тең еді? 7. Бір сағат 60 минутқа тең. 1 минут 100 секунд деген сөз. Сенбес, 1 секундда неше минут? 1 минутта неше секунд бар? 1 жыл дегенім 100 ай. Бір жылда неше ай бар? 12 ай. Бір ғасыр 100 жылға тең. Дұрыс. Келісеміз бе? Бейсенбіден кейін сәрсенбі келеді. Бейсенбі деген қай күн келетін еді? Жұма келеді. Өте дұрыс. Сенбіден кейін жексенбі келеді. Керемет. Біз дұрыс ойын өте жақсы ойнадық, иә? Рахмет, балалар. Ал енді сабағымыз осымен аяқталады. Өзі аз уақытқа не болған, өлшенген сабақ болды. Бүгінгі сабақта қандай әсер алдыңдар? Не есте қалды? Қандай ойлармен бөліскілерің келеді? Кәне қол көтеріп. Жәмил, айта қойшы. Бүгінгі сабақта қандай әсер алдың? Бүгінгі сабақ қызық болды. Айда сен не күн келеді? Бүгінгі сабақ маған ұнады. Бүгінгі сабақта біз таң, күндіз, кеш, түн оларды сағаттап көрдік. Рим цифрларын жаздық. Қандай сабақ болды? Бұл қандай сабақ болды? Ашық сабақ. Бұл сабақ өте керемет. Мен